Неге біздің қыздар, келіншектер тұрмысқа шыққаннан кейін өзін жоғалтып алады? Не үшін біздің қыз келіншектер тұрмысқа шыққаннан кейін өзін құрбандыққа шалатын бір соғыстың алаңына түскендей күй кешеді? Неге біздің қыз келіншектер күйеуі бола тұра мен жалғыз қалып қаламын деген қорқынышпен өмір сүреді? Не үшін? Бүгінгі біздің қозғалатын тақырып осыда. Толық болмаса да тұрмысқа шыққанға дейін қыз келіншектер өз қыздар өзінің пікірін айта алады. Мінезі бар, характері бар. Қалаған жеріне бара алады, қалаған адаммен араласады. Хобби бар, қызығатын жұмысы бар, қызығып істейтін, көңіліне жағатын, жанына жағатын. Бірақ тұрмысқа шыққаннан кейін неге осының барлығы бірте-бірте сөндіреді? Неге қыздар күйеуінің өмірімен өмір сүре бастайды? Неге? Осыған байланысты мен бірнеше сенімді, убеждение дейді ғой, сенімді установкаларды айтып кетейін. Негізі бұның түбі біздің бала кезден басталады. Кішкентай сол өмірге келгеннен бастап біздің құлағымызға құя бастайды. Ертең сен тұрмысқа шыққаннан кейін сен мына мінезіңді көрсетпейсің, саған бұлай жүруге болмайды, мына тік мінезіңді өзгерт, сенің мына характеріңмен сені ешкім алмайды, сені келін қылмайды, сен тұрмысқа шыққаннан кейін басқа адам болып өзгеруің керек деген нәрсені біздің миымызға сіңіріп тастайды. Қазіргі қыздар, қазіргі жастар, енді тұрмысқа шығайын деп жатқан жастарда толыққанды бұл нәрселер бар деп айта алмаймын, бірақ та нақты сенім бар, стереотип бар. Ертең сен тұрмысқа шыққаннан кейін күйеуіңе бағынуың керек деген. Қазір өте қуантатын жағдай, көп қыздардың, көп жастар уже салт дәстүрге басқаша, жаңаша көзбен қарап келе жатыр. Бұрынғы ескі қыздарды таптайтын, қирататын, жаншитын кейбір ырымдарды жеңіп шығып жатырмыз. Осы нәрсе өте қуантады. Бірақ та тұрмысқа шыққаннан кейін күйеуге бағыну керек деген сенім, стереотип. Я, әрине, әйел адам күйеуіне бағыну керек. Бірақ бұны біз тікелей қолданып жүрміз ба? Күйеуге бағыну деген, ер адамға бағыну деген ол не нәрсе? Бағыну деген сен өз пікіріңді айтпау, өз сезіміңді білдірмеу, өз ойыңды, қызығатын жұмысыңды қою, тек соның өмірімен өмір сүру дегенді білдірмейді. Күйеуге бағыну деген оның көзқарасын, оның сыйлау, оған жағдай жасау, оның пікірімен санасу дұрыс болған жағдайда. Бірақ та бізде көбінде сен маған бағынуың керек, әсіресе ер адамдар тарапынан, енелер тарапынан сен күйеуіңе бағынуың керек, сол не айтса соны жасауың керек деген сияқты өзінің ішкі сенімдерін, өзі осыған дейін сүріппеген ескі көзқарасты өзінің келініне, қызына сіңіруге тырысады. Күйеуге бағыну деген ол не нәрсе? Және бізде исламды да бұрмалап тастады да. Қазіргі жағдайда исламды өте бұрмалап тастады. Мен жақында бір ұстаздың әңгімесін, уағызын, ер адамдарды жинап отырғызып қойып айтып жатқан уағызын тыңдадым. Ана жерде айтып жатыр, орамал таққан қыздар, қазір психологтар, коучтардың барлығы, орамал таққан қыздардың барлығы қазір әйел адамдарды бұзып жүр дейді. Ары қарап қызық болды маған. Қалай айтады екен, не айтады екен? Оның айтқаны, қазір әйел адамдар дамып бара жатыр, өсіп бара жатыр, өзінің орнын біліп бара жатыр, өзінің құқығын біліп бара жатыр. Ол нәрсе ер адамдар үшін опасно сияқты да. Сол үшін жаңағы ұстаз, енді атын айтпай қояйын, мүмкін көріп қалғанда шығарсыздар. Ол кәдімгі Қазақстан елінде белгілі, бәрі үлгі тұтатын, бәрі сыйлайтын, құрмет тұтатын ұстаздың айтып отырған әңгімесі. Қараңыздар, қыздар, әйелдер өздері бұзылып бара жатыр. Олар мен өзімді жақсы көруім керек деген нәрсені, психологиясы дамып, сол нәрсені ұстап кетіп жатыр. Егер оның айтуы бойынша, қараңыздар, қыздар өзін жақсы көріп кетсе, қыздар өз құқығын біліп кетсе, ертең сендерге айтады дейді. Сен кімсің? Мен сенің айтқанын тыңдамаймын, мен саған бағынбаймын деп, уже олар сендерге бағынудан бас тарта бастайды. Сондықтан да оның беріп жатқан посылы
әйел адамның дамымай үйде отыруы. Ер адамдарға айтып жатқан насихаты көзі ашық, елге ақыл үйрететін осындай ұстаздың айтып жатқан насихаты ер адамдарға әйелдерің дамымай үйде отырсын деген пасыл беріп жатыр. Әйел адам дамымаса, қараңыздар, ер адамның білімі бөлек, бірақ әйел адам дамыған кезде ол бүкіл ұрпақ дамиды. Бүкіл ұрпақтың, бүкіл отбасының состояниесі, бүкіл отбасының күйі, халі өзгереді. Егер әйел адам дамымай үйде отырып қалса, өз пікірін білдіре алмаса, өзіне қойып алған запреттен, өскенше балағат жасына, балиғат жасына жеткенше ата-анасы тыйыммен өсірді. Қандай тыйыммен? Күйіп қалмасын, отқа түсіп қалмасын, аяғын қате басып қалмасын деген тыйыммен өсірді. Енді сол тыйым біздің басымызда ішкі дауыс ретінде бізді басқарып тұрады. Яғни қазір қыздар тұрмысқа шыққаннан кейін күйеуіне ойын айта алмаса, эмоциясын көрсетуге өзіне тыйым салса, эмоциясын, сезімдерін айтып жеткізе алмаса, қалағанын айта алмаса, ол әйел қандай күйге түседі? Ол әйелдің ішінде бүкіл айтылмаған ашу ызасы, айта алмай қалған, ашық сөйлесе алмай қалған ойы, эмоцияларының барлығы денесінде жинала береді. Ол бір опасный, ядерный бір бомбаға айналады әйелдің ішкі халі. Ол енді ол халді біреуге апарып төгу керек. Ол кімге апарып төгеді? Енесіне сөйлей алмаса, күйеуіне айта алмаса, сезімін шығара алмаса, ол барады кішкентай балаларына төгеді. Балалары ол халді, ол состоянияны, ол агрессияны алып алып, олар қайда төгеді? Олар әрине өзінің ортасына, садикке, мектепке, өзінің араласатын ортасына, өзінің құрбы құрдастарына төге бастайды. Қазір не үшін агрессор балалар көп? Не үшін балаларда агрессия өте көп? Не үшін балалар нервный? Олар қайдан алып жатыр бұл состояние? Міндетті түрде ол отбасынан, ата-анасынан, әсіресе анасынан алып жатыр. Неге? Себебі біздің уақытымызда туып өскендердің ішінде 80-90 жылғы, 70 жылғы туып өскендердің арасында біз өз ойымызды айта алған жоқпыз. Өз сезімімізді айтуды білмейміз, шығаруды білмейміз. Біз ішімізге сақтап, оны барлығын, ашуымыздың барлығын, агрессияның барлығын балалардан алып жатырмыз. Бұның түбіндегі не нәрсе? Қыздар өз ойын айта алмайды, өз сезімін білдіре алмайды, қиналады өз сезімін айтуға, өз ойын, өз қарасын барған үйінде айтуға қиналып жатады. Неге? Себебі басында нақты программа, стереотип бар. Ер адамға бағыну керек. Сен тұрмысқа шыққаннан кейін тіпті басқа адамға айналуың керек деген. Сөйлемейтін, ойын айтпайтын, сезімін шығармайтын, эмоциясын көрсетпейтін, тек қана бағынатын, удобный роботқа айналуың керек деген бізде сондай пасылмен өсірді қыздарды. Және соның әсерінен қазір отбасында дұрыс емес отношение құрылып жатыр. Не үшін? Себебі әйел өз ойын айта алмаған кезде, өз қалауын айта алмаса, сезімін экологично дұрыс жеткізіп үйренбеген кезде, ол жерде не болады? Әрине түсініспеушілік болады. Бір-бірін түсінбейді, бір-біріне қарсы жаңағындай обидалар, ренжістер өте көп. Енді бізде тарап кеткен екінші стереотип: сен дана әйел болуың керек, сен шыдауың керек. Отбасын сақтай алмай қалса, отбасы бұзылса, бізге әйелдерге не айтады? Сенің кінәң. Сен өзің отбасын дұрыс ұстай алған жоқсың. Бір ер адамды ұстап отыра алмадың. Ал ер адамдарға не айтылады? Қатының жаман болғанда соны басынан тәрбиелеуің керек еді, басынан қатты ұстауың керек еді деген сияқты сөздер айтылады. Бізде әлі бар. Бізде жаңа ұрпақ, жаңа мышлениемен, жаңа көзқараспен өсіп келе жатқанмен де, бірақ біз 80, 70, 80, 90 жылғы туылғандар, 90 жылдың соңында туылғандардың барлығы осы стереотиппен әліге дейін өмір сүріп келе жатырмыз. Және басымыздағы осы установкаларды, осы сенімдерді бессознательно, бейсаналы түрде өзіміздің ұрпағымызға жалғастырып беріп келе жатырмыз. Енді дана әйел болу керексің сен. Сен үндемей ақ қоя салуың керек. Сен шыда, сен үндемей. Дана әйелді бізде өте бұрмалап тастаған. Дана әйел қандай болу керек? Дана әйел керек кезде үндемей қоя салу керек. Дана әйел ер адамын сыйлау керек. Дана әйел ер адамының іс әрекетіне жауап беру керек деп, әйелді бұл жерде тағы да барлық іске, барлық кемшілікке, барлық қателікке бәріне жауапты етіп әйелді қойып қояды. Дана әйел негізінде қандай болу керек? Дана әйел деген кім ол өзі? Дана әйел деген ол бірінші өзін сыйлайтын.
мына шекара меніңкі, яғни мына жерден аспауым керек, мына жерден асатын болсам бұл менің жанымды ауыртады деп экологично өз сезімін, оған ұнамайтынын, мына шекарадан өтуге болмайтынын қоя алатын, өзін бағалай алатын және өзін ғана емес жанындағы адамдарды да сыйлай алатын әйелді дана әйел деп айтады. Ал бізде осы дана әйел ұғымы негізінде бұрмаланып кеткен. Дана әйел терпила, дана әйел бәріне жауапты әйел деген сияқты ер адамнан бүкіл жауапкершілікті шешіп алып әйелдің мойнына кигізіп қояды. Енді өз жеке шекарасын қорғай алмайтын әйелдің ер адамның алдында бағасы болады ма? Дана әйел түсінеді, егер мен бақытсыз болсам, менің қасымдағы адамдардың барлығы бақытсыз болады. Егер маған ұнамайтын болса бір нәрсе, онда менің состояниемді, менің ішкі халімді, менің балаларым, менің бүкіл отбасым осы хал соларда да болатын болады. Дана әйел деген осының барлығын түсінетін әйел. Және дана әйел барынша өзін бақытты етуге талпынатын әйел. Дана әйел ұғымын тағы да айтам, бұрмаламаңыздар. Дана әйел деген өз бағасын білетін, өзін құрметтейтін және өзімен қоса басқаны да құрметтейтін әйелді айтады. Дана әйел түсінеді, егер бұл мен өзімді айта алмасам, мен өз қалағаныммен өмір сүре алмасам, қалағанымды жасай алмасам, мені қазір жандырып баратқан ішімдегі эмоцияны шығармайтын болсам, бұл мені қиратады, іштей қирататынын біледі. Сондықтан да дана әйел экологично, женственно, әйелдік рөлде өз эмоциясын шығара алатын, өз ойын айта алатын, өз қалауын сұрап алатын, талап ете алатын әйелді дана әйел дейміз. Дана әйел деген ол терпила емес. Дана әйел деген ол отбасыда бүкіл жауапкершілікті өзіне алатын әйел дегенді білдірмейді. Сондықтан да қандай жағдай болса да ер адамды жауапкершіліктен алып қаша бермеңіздер. Отбасында мықты болуына, отбасының берік болуына. Ер адамда бірдей жауапты қаламайтын әйелді қалай ойлайсыз, ер адам бағалайды ма? Жоқ, әрине. Себебі әйелден өзінің бағасын көрсете алмайды. Удобный әйел, өз ойын айта алмайтын, қалағанын айта алмайтын, жеке шекарасын біле алмайтын әйел, эмоциясын көрсете алмайтын әйел өзінің бағасын да көрсете алмайды. Ер адамға бұл жерде бәрібір. Ер адамға келіп кететін ештеңе жоқ. Өзін құрбан ертіп жатқан, өзін құрбандыққа шалып жатқан бұл жерде тек әйел ғана, тек қыз ғана. Өз ойын айта алмау арқылы, удобная женщина дейді ғой, удобная әйел, удобная болу арқылы мен осылардың айтқанын істесем ғана мен бұлардың махаббатына ие боламын. Мен өз ойымды білдірмеуім керек, эмоциямды көрсетпеуім керек. Эмоциямды көрсететін болсам жаман әйел болып қаламын, жаман ана болып қаламын, жаман келін болып қаламын, әке шешеме сөз келеді дегеннің барлығы әйел адамды жертвалыққа тығады. Сіздің өміріңізге сізден басқа ешкім де жауапты емес. Сіздің өміріңізге сізден басқа ешкім де жауапты емес. Сізге сіздің бақытты болуыңыз, бақытсыз болуыңыз тіпті сіздің әке шешеңізге де бәрібір. Шыны керек, сіздің ата-анаңызға да бәрібір. Олардың басты нәрсесі, олардың басты қалайтыны сіздің отбасылы сақтап қалуыңыз. Себебі бізде отбасы деген құндылықты барлығынан да жоғары қоямыз. Ажырасқан деген атақты алмау үшін, біреудің қызы ажырасып кетіпті, пәленшенің қызы ажырасып кетіпті деген атақты алмау үшін сіздің әке шешеңіз сізге шыда, айтқан істе, удобная бол, өз эмоцияңды көрсетпе, характеріңді көрсетпе, шыда, соңында жеңесің деген сөздермен ғана сізді көндіруге тырысатын болады.